Жастар жылында жаңа бастама түпқарағандықтар сөзден іске көшіп, отбасы лайф жобасын қолға алды. Әртүрлі сала мамандары бірлесіп, қоғамдағы ажырасудың алдын алуға септігін тигізетін 7 тұғырлы жобаны жасақтап шығарды. Бұл некеге тұратын жастарды отбасылық өмірге даярлайтын бірден бір шара. Ажырасу мәселесі Түпқарағанда да ушығып тұр. Былтыр 101 шаңырақ құрылса, соның 32-сі бұзылған. Басты себептер ретінде қаржы проблемасы мен өзге адамдардың араласуы деп көрсетілген. Отбасы лайф жобасы осының алдын алу мақсатында жасақталды. Әзірге 2 жастың ғана деп атауын ғана алып, осындай проекттің алып, шын мәнінде біз әрбір семьяға, әрбір отбасына жеткізуге тырысамыз. Отбасынан енді құрып болдық, ажырасып келем деп тұрғанның өзіне татулық мерзім бергеннен кейін осы 7 тұғырды қолдарына ұсынбақпыз. Жоба 7 бөлімнен тұрады. Әдет ғұрыптық, мәдени, дәрігерлік, заңдық, профилактикалық, материалдық дайындық деген кезеңдерінде әр сала мамандары неке құруды ойлаған жастарға жол сілтейді. Мәселен, медициналық дайындық кезінде олардың қанының сәйкестігі, денсаулығы тексерілсе, мәдени дайындық кезінде театрлар мен музейлерге апарады. Әзірге ақа жорынан деп отырмыз. Кейіннен бір НПО дейміз ғой. Сол проекттің ұтып алған адам толық айналысу керек. Бірақ біз жағынан толық қолдау болып тұрады. Қуанышбек Сабанов жанұялық өмірді жаңадан бастағандардың бірі. Жоба жетеріне жетсе, көп отбасына аман алып қалуға болады деп сенеді. Барлық онда орындалған 7 тұғырды да орындап шығар едім барлығында. Себебі бұл деген жаңашылдық, жаңа бастама. Кез келген өзім сияқты жастың, бұл жаңадан шаңырақ көтеріп жатқан жастардың бұл жобаға қызығушылығы болуы тиіс деп есептеймін. Ары қарай болашағы бар жоба деп ойлаймын. Және де бұл жоба республикалық деңгейде өткізіледі деп ойлаймын. Ойран болған отбасының артында қаншама көз жасы мен тағдырлар жатыр. Сондықтан шараға қатысқан діндарлар, ұстаздар мен сот мамандары әр адам неке құрарда болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілікті сезіне отырып, ата-ана мен үлкендерді құрметтей отырып, ұлағатты ұл мен қызды тәрбиелеуді мақсат тұтсын деп тарасты. Айсар Айтман, Амангелді Тұрахмет, Каспий ақпарат.